Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Жанар, менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі блог бізде тоже домашний блог болайын деп тұр. Алматыға атамыз бен апамыз қонаққа кетіп еді, енді үйге келе жатыр. Сол кісілерге арнап дастархан жаятын боламын, ертең келеді. Ал бүгін салаттың заттарын, сосын самса пісіретін боламыз, және самсаның қамырын өзім ашытып қойғам, қолдан жаямыз. Менімен бірге болыңыздар, дастарханды көріп, баға беріп кетіңіздер. Обедте емес, 11-лерде қалаға барып келгенбіз. Қалаға шықтық, сосын почти 4-терде үйге келдік, тамақтандық, үйге келдік. Қызымның сабағын оқыттым, сосын барып бастадым ғой, жұмысымды ше. Қазір енді тез істеп тастау керек. Сосын үй балам жылап кетті, мынаны сосын тез жайып өстіп істеп алдым ғой. Қазір енді көнді. Сөйтіп видео түсіріп жатырмын. тез посуда жуып алайын.
сосын уже самсаны салып қойдым. Сосын үй жинаймын, бұйыртса, и сосын блинчиктер істеймін ба деп тұрмын, бірақ көремін оны. Может, ертең істеймін. Қазір посуда жуылайық. Барлық кухнядағы тірліктің барлығы бітті, енді үйді жинайын деп тұрмын қазір. Мына жер уже шашып тастапты ғой барлығын, мына балдарша. Қазір енді үй жинап шығам, сонымен болды, бітірдік тірлікті. Маған мына нелерді, жастықтарды кішкене көмектеседі. Все, мақтағанмен енді мына жастықтарды маған қайта тасып жатыр мына жігіт. Болды, Айдын, керек емес, Айдын. Ол осы жерде тұрады, осы жерде. Болды, все. Молодец ғой мен балам. Ақылды өзі, ақылды. Үйді де пылесос тастаймын дейді. Все, Айдан, болды, балам. Бұтақан, болды. Достар, мен барлық тірлігімді бітірдім, үйімді жинадым, полымды жудым, шаңымды сүрттім. Всегда бір нормально, күшті, әдемі қылып істейінші десең, қақтым асығып кетесің ғой. Біреулер бір күшті қылып, әдемі қылып түсіреді ғой. Білмеймін, солар қалай түсіреді, может, баласы жоқ па, не знаю енді, бірақ ше. 3 баламен, ең кішкентайыммен невозможно ғой, тез бітірейші құрсын деп. Сонымен бәрін бітіріп тастадым, видеоға почти енді азғантай түсірдім, қалғандарын түсірген жоқпын. Барлығын бітірдік, енді қазір ұйықтаймын, сосын ертең енді қалғандарын істеймін. Бұйыртса, тамаққа еттерді морозилниктен шығарып қойдым уже. Сосын самсамды пісіріп қойдым. Ертең оливье жасаймын дедім ғой. Оливьенің заттарын тоже істеп қойдым. Сәбіз кішкене не істеп қалған екен, піспей қалған екен. Сәбіздің өзін пісіріп алдым.
Ертең жұма ғой, шелпек пісірмей қаттама пісіре салайын дедім да. Өстіп кішкентай қаттама пісірдім. Ішіне укроп салып, сөйтіп пісірдім. Короче, дәмі, но жақсы, нормально. Ерте тұрып, етті салып қойдым, уже қайнап жатыр. Бұйыртса 1-2 сағатта пісіп қалады. Дастархан жайған жоқпын әлі. Самсаны, салаттарды, печеньеларды қойып қойдым. Келген соң жер столға жасайтын болам. Мен уже 2 звала қамырымды да жайып қойдым, потому что видеоға түсіруге вообще мүмкіндік болмай жатыр, тез істеу керек болып ше. Солай енді қазір атамыз бен әжеміз келсе, сосын тамақ салып, шай тамағын беріп, күтіп аламыз енді. Достар, біз уже тамағымызды ішіп алдық, сосын баняға да барып келдік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.